Қайырлы күн, менің құрметті көрермендерім, мені арнама қош келдіңіздер. Менің есімім Ләззат. Достар, мен бүгін сіздерге үгілмелі меренгалы пирог дайындап көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп болуды ұмытпаңыздар. Және де менің каналымда көптеген қолжетімді пирогтардың рецептісі бар. Видеоның соңына сілтемесін қалдыратын боламын. Ал ендеше пирог жасауды бастаймыз. Ұнымызға сары майымызды қосып, және де оған қопсытқыш қосып, барлығын жақсылап араластырып, үгілмелі қамыр дайындаймыз. Видеоның рецептісін описание бөліміне қалдыратын боламын. Одан соң бір жұмыртқа және де қантымызды қосып, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Пирогтың жасалуы өте оңай, бір жасағанда сәтті шығатын рецепт. Тоңазытқышқа жарты сағатқа салып қоямыз. Одан соң табамызға осылайша қолдың көмегімен жайып шығамыз. Бөліп-бөліп жайсаңыздар да болады, өзіңіздің ыңғайыңызға қарай жая беріңіз. Вилканың көмегімен тестінің жан-жағын осылай әсемдеп шығатын боламыз. Және де ортасында вилканың көмегімен тесіп шығамыз. Егер де дәл осы менің видеомды пайдалы деп тапсаңыз, онда достарыңызға немесе құрбыларыңызға таратсаңыздар болады. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте қажет. Қою қаймағымызға қант пен жұмыртқа қосып жақсылап араластырамыз. Ванилин қоссаңыздар да болады. Сіздің болмашы ғана әрекетіңіз мен үшін өте маңызды. Менің видеомның таралуына өз үлесіңізді қосып жіберіңіз. Жұмыртқаның ағына қант қосып, жақсылап араластырып, меренга дайындаймыз. Дәл осы пирогты дайындап, ораза ұстаған жандарға ауызашарға апарсаңыздар болады. Мінекей біздің меренгамыз дайын болды. Келесі кезекте қаймақты қоспамызды қосамыз. Одан соң оның бетіне меренгамызды құйып шығамыз. Осындай арнайы қалташамен құйсаңыздар өте оңай болады. Достар, комментарий жазу арқылы сіздерде өздеріңіздің рецептеріңізбен бөліссеңіздер болады. Мен де сіздердің рецептпен жасап көремін. Меренганы құйып болғаннан кейін вилканың көмегімен бетін тегістеп шығамыз. Пешімізді алдын ала қыздырып алып, 35-40 минутта қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Мінекей достар, біздің пирогымыз дайын болды. Пирогтың бетін қант ұнтағымен әсемдеп жібереміз. Видеоны қарағандарыңызға көп рахмет. Каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Осындай дәмді пирогты сіздерде дайындап, дастарханыңызға ұсынсаңыздар болады. Дәмі өте ерекше, керемет болып шығатыны сөзсіз. Каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Мен сіздермен көптеген рецептпен бөлісетін боламын.